Ыбырай Алтынсарин, Лұқпан әкім. Лұқпан әкімге бір сопысымақ адам бір жиылыста айтты. Сіздің ауруға ем іздеуіңіз күнә. Құдайдың жіберген қаза бәлесіне себеп табамын деген Құдайға қарсылық болып табылады деп білемін, деді. Лұқпан айтты. Олай болса, сол айтқан сөзіңіз жазылған кітапты келтіріңіз. Сенімді кітап болса, біз тоба етіп, дәрігерлікті қоялық, деді. Сопы бұл сөзді еш кітаптан көрген жоқ. Кітап алып келе қоямын деп қозғалмады. Жиылып отырған халық шулап қоя берді. Сопы, Лұқпан жесірге ағадай, жетімге атадай болып, неше мұңды бейшаралардың көзінің жасын тиді. Сен бұл істі күнә деп білсең, болмаса қазға алып барып, жазаландырамыз деп. Істің бұлайша сорайып бара жатқанын көріп Лұқпан халықты өтініш етіп, сопының тысқа шығарып, оңаша қалдырып айтты. Алла разы болсын, молдам. Білген шамаңызды бізге күнәдан тию үшін ақыл айтқаныңызға. Бірақ бізден сізге де ақыл айтылсын. Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, онан соң көзіңізді жұмсаңыз. Содан соң ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін танып мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға содан соң ерік беріңіз. Екінші, сіздің айтқан сөздеріңізден оқып жетіспегендік көрінеді. Құдай тағала адамға әртүрлі дене берді. Қол берді жұмыс қылмақ үшін, көз берді көрмек үшін, аяқ берді жүрмек үшін, құлақ берді естуге, ақыл берді ойланып, жаман жақсыны аңғаруға. Соларды тиісті орнына жұмсамасаң, Құдайдың бұйрығына қарсылық болып табылса керек. Оның үшін жүрмей, тұрмай, отырмай, көрмей, естпей, Құдайға құлшылық етіп те болмайды. Сол реуішті, жансыз нәрселердің де керексіз жаратылғаны жоқ. Бір шөпті у етіп жаратты, екінші шөпті оған басытқы етіп жаратты. Бұларды да танып біліп, бұйрықты орнына жұмсамасаң, күнәлі боласың. Тиісті пайдалы орнына жұмсау, обал болмаса керек, деді.